Ақжан Жұмабаев, Шолпанның күнәсі, 5 бөлім. Тап сол минутте тазының көздеріндей Әзімбайдың көздері де қып-қызыл шығар. Шолпан «Ой, кет» деп айқай салып жіберуге ойлады. Жоқ, үні шықпайды. Әзімбай көрпеге кірді де «Жеңге» деп жұлмалай бастады. Шолпан соққы жеген адамдай сыбырлап «Сал жігіт, кішкене жай жата тұрсайшы» деді. Ол күнә есігінен кірер алдында жүрек жарасын Әзімбайға ашпақшы еді. Жанын жеген жегіні суырып алып Әзімбайға көрсетпекші еді. Туғаннан бері қиянат жолына баспай тас болып келген жүректің не үшін бүгін жібіген айтпақшы еді. Оның іздегені отты, жынды құшақ емес, бала екенін білдірмекші еді. Әзімбайды өз қасіретіне ортақ қылмақшы еді, бірақ Әзімбай оны тыңдаған жоқ. Қоян қуған төбеттей көрпеге кіргеннен-ақ аласұра бастады. Бір ауыз сөзге келместен Шолпанның денесін умалай бастады. Ойын бітті. Шолпан сұлап жатқан өлік сықылды жатыр еді. Есалаң, мәз Әзімбай мас ойынмен әуре болып жатқанда Шолпанның бота көздерінен мамық жастыққа ыстық мөлдір жас сорғалап жатыр еді. Әзімбайдың Шолпанның жанымен көзінен аққан жасымен ісі болған жоқ. Өзімен өзі әуре. Шолпанның денесімен әуре. Шолпанның басы астындағы мамық жастық шылқылдаған су болды. Түн ортасынан ауған кезде су жастыққа беті тиіп, Әзімбай, «Өй, сен неге жылайсың? Бірадар десе бірадарсың-ау», деді. Есалаң Әзімбайдың Шолпанды ұққаны осы болды. Таң ағарып келеді. Шолпанның бетінен бір сүйді. «Енді мен қайтам, ертең ертерек келем», деді Әзімбай. Жылап-жылап шаршап талып жатқан жас баладай сұлық жатқан Шолпан, «Жоқ, енді тіпті келме» деп айтуға оңтайланып еді, бірақ оның іздегені не еді? Бала. Осы бір түннен бала болса жақсы, болмаса, мынау түн өмір бойы Шолпанның мойнында лағынет қамыты болмай ма? Мынау күнә өмір бойы күнә болып қалмай ма? Бота көзінен мөлдір жасын жеңіменен сүртіп, Шолпан күбірлеп қана, «Кел, сал жігіт, кел, кел», деді. Шолпан екі қабат. 5 жыл бойы санадан сарғайып күткен тілегі болды. Уланған өмір гүлденді. Күнә болып қалған жоқ, күнә сауапқа айналды. Бала біткенін білген кезде қандай қуанып жүрді Шолпан. Бір минут қабағы жабылды ма? Күн түн күлкіден аузы тыйылды ма? Кішкене ғана аулақ қалса алақанмен қарнын сипап-сипап, сол алақанын сүйуші еді. Ессіз Шолпан ішіндегі жаны жоқ бір кесек етті, ерні күбір-күбір етіп, айналып толғанушы еді. Ессіз Шолпан, жә, іздеген жоғы табылды. Басты байлап естен айырылып, күнәға айдаған кесел жойылды. Енді Шолпанның Әзімбаймен арасын үзбеуі қалай? Шынымен-ақ оның суық жолға түсіп кеткені ме? Жоқ, ойнасты өнеге көретін, суық жолды әдет қылатын әйел Шолпан ба? Ендеше, бұл ендешеге жауап жоқ. Теңіз терең емес, әйелдің жаны терең. 7 қабат жер астындағы нәрсені білуге мүмкін, бірақ әйел жанының мінезін білуге мүмкін емес. Бір қарасаң, әйел, бала, күйерін білмей отпен ойнайды. Әйел ердің тәңірісі, жарата да алады, жоқ қыла да алады, сүйдіре де алады, күйдіре де алады. Әйел ердің құлы, табанның астына топырақ болады, ердің көлеңкесіне айналады, өзі жоқ болады. Әйелдің аруағы басса, ер күйеді, жанады. Бірақ өзінің жеке бір адам екендігін ұмытпайды, жоймайды. Ердің аруағы басса, әйел адамдықтан шығып жоққа айналады. Есінен айырылады, тілі байланады, әсіресе әйел бұзық жанды болмаса. Ол уақытта мұндай әйелдің ердің көнгіш күңі болуында еш дау жоқ. Шолпан осындай әйелдің бірі еді. Жанынан денесі, денесінен жаны айырылмайтын. Кімге берілсе де жан денесімен түгел берілетін әйел еді. Әзімбайға денесін уақытша ғана беріп, жанын аман алып қаламын деп ойлады Шолпан. Бірақ ой мен ісі бірінен бірі қабыспады. 3-4 айдың ішінде Шолпанның жаны да Әзімбайға құл болып, берік байланып қалып еді. Дұрыс,
Шолпанның жаны Әзімбайдан айырыла алмағанға бала іздегеннен аз азап шеккен жоқ. Ежелден көз жасына сараңды қылып үйренбеген Шолпан бұл туралы да талай түндерде жылады. Бірақ көз жасымен жанды түзетіп бола ма? Шолпан да болдыра алмады. Әзімбайды көргенде басы айналған болып, денесі дірілдеп, тілі күрмелуші еді. Денесінде ыстық қан ойнаған мас Әзімбайдың жансыз нәрседей жұлмалап умалауына қалай көнетінін Шолпан өзі де білмеуші еді. Шынын айтқанда, есалаң Әзімбай тілге келуге, ойлауға мұрша да бермеуші еді. Жарайды, не болса да жасағанның жазуы шығар. Іштегі баланың атасы болғандықтан Әзімбаймен араны үзуге тиісті емес те шығар. Күнә да емес шығар. Сәрсенбай некелі ері болса, Әзімбай баласының атасы. Жасаған өзі кешірер. Бірақ мынау жегіде жайылып бара жатқан өсекпен қалай күреседі Шолпан? Жас Әзімбай, мас Әзімбай, есалаң Әзімбай. Мынау сырды тырнақтай жасыруды білмейді. Кісі барау деп айылын жеуді білмейді. Көрінген жерде күшіктей арсалаңдап жатқаны, жолыққан жерде жұлмалап жатқаны, өсегі құрғыр жайылғаннан жайылып барады. Пірадар келін, қар келін деп аталса, Шолпан жұртқа не бетімен қарар? Анау күні енесі, осы келін, Әзімбай сенің отауыңа неге қалжыңдап келе береді дегенде, Шолпан жерге кіріп кете жаздады-ау. Жұрты құрысын, енесі құрысын, өмірі құрысын. Сәрсенбай, жанынан жақсы көрген Сәрсенбай. Сол Сәрсенбай Шолпанға баяғыдай ма? Неге ол бұрынғыдай жадырап жүрмейді? Неге ол ылғи ойлы? Екі жанды байлаған жібектей нәзік махаббат жібі үзілген сықылды емес пе? Баласы құрысын, сүттен ақ махаббатты, балдан тәтті өмірді улаған баласы құрысын. 8 жыл бойы сен демеген Сәрсенбай жылы сөз айтудан қалды. Қит етсе сынықтан сылтау тауып балағаттап тастайтын болды. Балағаттың аяғы жекуге, қамшыға айналып бара жатқан жоқ па? Күні кеше Сәрсенбай Шолпанды неге ұрды? Бұрын барлық дүниесі суға ақ бара жатса да ләм демейтін Сәрсенбай Шолпанды неге сілейтіп салды? Не үшін? Бір шыны аяқ шоғыры қолдан түсіп кетіп сынған үшін. Сол үшін бе? Жоқ. Әзімбаймен ойнас қылған үшін. Ұрам деп айтып ұрмайды. Неге ол аузына тас салғандай үндемейді? Ол бірдеңе десе Шолпанды айтар еді. Өзінің неге үшін күнә қылған, бала үшін ойнас қылған айтар еді. Жоқ. Үн жоқ. Балағаттау бар, тепкілеу бар. Махаббат жібі үзілді. Өмір бұзылды. Бәріне лағынет жаусын. Өмірді улаған сол іштегі балаға лағынет жаусын.